Сәлеметсіздер ме? Мен Бердібаева Гүлмарал Ғанеқызы. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз мектепке дейінгі педагогика баланы тәрбиелеу және оқыту ғылымы ретінде. Олай болса, ең алдымен педагогика ұғымына тоқталып өтейін. Педагогика дегеніміздің өзі жалпы тәрбие жөніндегі ғылым болып табылады. Оның басты міндеті адам тәрбиесі жөніндегі ғылыми білімдерді жинақтау және жүйелестіру. Адам тәрбиесі жөніндегі педагогика адамдарды тәрбиелеу, білім беру және заңдылықтарын ашып, соның негізінде қойылған мақсаттарға жетудің ең пайдалы педагогикалық жолдары мен тәсілдерін көрсетіп отырады. Педагогика бірден жеке ғылым ретінде дамыған жоқ. Ол ең алдымен философияның бір бөлігі болып табылды. Тек 17 ғасырдан кейін ғана ол өз алдына дербес ғылым болып бөлініп шықты. Ал педагогика сөзі грек тілінен аударғанда пайдес балалар және аго жетектеу деген сөзден алынған. Тікелей аудармасында педагогика сөзі бала тәрбиесін бағыттау өнері дегенді аңдатады. Яғни бала тәрбиесіне бағыттау өнері. Ал педагог сөзі баланы жетектеуші деген мәнді білдіреді. Демек, бұдан шығатын қорытынды педагогика ол ғылым. Баланы тәрбиелеуге бағытталған ғылым болып табылса, ал сол ғылымды үйретуші, сол балаға білім беруші адам ол педагог болып табылады. Педагогиканың философиядан бөлініп өз алдына ғылым болып шығуына чех педагогы Ян Амонс Каменскийдің есімімен тығыз байланысты болып табылады. Оның ұлы дидактика атты еңбегі алғашқы ғылыми педагогикалық кітаптардың бірегейі болып табылады. Әлі күнге дейін осы ұлы дидактика еңбегінің жүйесіменен білім беру жүйесі қалыптасып келе жатыр десек те болады. Енді негізгі педагогикалық ұғымдарға тоқталып өтсем, ең бірінші тәрбиелеу. Бұл адамдардың бойындағы ғасырлар бойы қалыптасқан тәрбиелеу жүйесін айтады. Мысалға алатын болсақ, Әбу-Насыр әл-Фарабидің сөзі бар: тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Ең алдымен балаға тәрбие берілу керек. Бұл саланы ең біріншіден мектепке дейінгі педагогика қарастыратын болады. Мектепке дейінгі білім беруде, мектепке дейінгі тәрбиелеуде ең алдымен біз балаларға тәрбиелеу жүйесін енгізетін боламыз. Бұл осынау ғасырлар бойы қалыптасып келе жатқан адамдардың тәрбиелеу принциптері, тәрбиелеу жүйелері бірізділікпен, бір тәртіппенен баланың бойына сіңіріп болып табылады. Ал негізгі педагогикалық ұғымдардың екіншісі ол білім беру. Бұл белгілі бір салаға, белгілі бір ғылым саласына байланысты балаларға мағлұмат беру болып табылады. Сол мағлұмат беру, оны түсіндіру, соған оқыту, үйрету арқылы біз балаларға білім беретін боламыз. Сол үшін де бұл негізгі педагогикалық ұғымдардың екінші саласына жатады. Ал үшінші түрі ол оқыту. Аты айтып тұрғандай, біз балаларға сол берілген білімді біз әрі қарай оқытамыз, түсіндіреміз. Ал мектепке дейінгі мекемелерде сол оқытудың, мектепте берілетін білімнің негізгі шағын элементтерін ғана біз түсіндіріп үйретеміз. Келесі төртінші түрі ол педагогикалық әрекет. Аты айтып тұрғандай, педагогикалық тұрғыдан әрекет жасау. Қалай болса солай емес, белгілі бір жүйеге қойылған, бірізділікке қойылған педагогтың балаға деген қарым-қатынасы, онымен бірге жұмыс жасауы, жаңағы айтып отқан тәрбиелеу барысында, білім беру барысында, оқыту барысында балалармен жүйелі түрде қарым-қатынас жасауы. Осылардың барлығы педагогикалық әрекет болып табылады. Келесі бесінші түрі педагогикалық процесс. Жалпы процесс дегеніміздің өзі латын тілінен аударғанда алдыға жылжу, ілгерілеу деген мағынаны білдіреді. Демек, біз баланы дұрыс тәрбиелейтін болсақ, оған жүйелі түрде нақты ғылым саласын баланың жас ерекшеліктеріне сәйкес түрде әдемі қылып түсіндіретін болсақ, және соны оқытып үйрететін болсақ, соған байланысты педагог балалармен жақсы түрде, ғылыми бірізділікке қойылған түрде әрекет жасайтын болса, мінекей сол кезде педагогикалық тұрғыдан алға жылжу процесс жүреді, яғни алдыға жылжиды. Сол себептен де бұл 5 ұғым негізгі педагогикалық ұғымдар болып табылады. Осыны есте сақтауымыз қажет.
Ал енді осы жалпы педагогиканың бір тармағы мектепке дейінгі педагогикаға тоқталып өтсем. Мектепке дейінгі педагогика ол баланың туғаннан бастап мектепке барғанға дейінгі даму процесі туралы ғылым болып табылады. Демек, мектепке дейінгі балаларды біз туғаннан бастап 6 жасқа дейін, яғни мектепке барғанға дейін оның оқуы, оның тәрбиеленуі, оның даму процесінің барлығын осы мектепке дейінгі педагогика саласында қарастыратын боламыз. Мектепке дейінгі педагогиканың теориялық негіздері философияның, жаратылыстану ғылымдарының, яғни биология саласына, деректеріне, балалар психологиясы мен педагогикалық ойлар тарихы саласындағы теорияларға, озат педагогикалық тәжірибелерге негізделген. Осыдан кейін мынандай 4 негізгі аспект шығады. Бірінші философиялық. Философиялық сөзінің мағынасы дүниені тану болып табылады. Жалпы осы педагогика саласының өзі философиядан бөлініп шыққандықтан, ол ең алғашқы аспектілердің қатарында болып тұр. Ал екінші аспекті ол психологиялық. Баланың әр жас ерекшеліктеріне сәйкес баланың психологиялық дамуы, оның дұрыс даму процесін зерттейді. Сол себептен бұл екінші аспектісі психологиялық болып табылады. Үшінші аспекті ол жаратылыстану және ғылымилық. Мысалға алатын болсақ, ғылыми тұрғыдан біз айтамыз, осы жаста бала осыны білу керек, осыны меңгеру керек деп айтамыз. Бірақ әр баланың генетикалық тұрғыдан даму деңгейі әртүрлі болғандықтан, әр бала әртүрлі деңгейде қабылдайды. Соны біз ғылыми тұрғыдан зерттеп қадағалай отырып, біз жұмыс жүргіземіз. Сол себептен де жаратылыстану және ғылымилық ол үшінші аспектісі болып табылады. Төртінші аспект ол тарихи педагогикалық. Аты айтып тұрғандай, бұл халықтық педагогика болып табылады. Ұрпақтан ұрпаққа дамып келе жатқан, ауысып келе жатқан тәрбиелеу процесі тәрбиеден шет қалмайды. Сондықтан да бұл мектепке дейінгі педагогиканың төртінші аспектісі болып табылады. Келесі мектепке дейінгі педагогиканың басқа ғылым салаларымен байланысы туралы айтамыз. Мектепке дейінгі педагогиканы біз жеке ғылым саласы ретінде айтып жатқанымен де ол басқа ғылым салаларымен тығыз байланысты болады. Ең алдымен философиямен тығыз байланысты. Философиямен тығыз байланысты болатын себебі жалпы педагогиканың өзі осы философиядан бөлініп шыққан. Сол себептен де ол философиямен тығыз байланыста болып табылады. Одан кейін екінші жалпы педагогика. Жалпы педагогиканың бір бөлімі осы мектепке дейінгі педагогика болып табылатындықтан жалпы педагогикамен тығыз байланысты болып табылады. Бұл жерде тәрбиелеу, оқыту процесі туралы сөз қозғалатындықтан жалпы педагогика мен мектепке дейінгі педагогика бір-бірімен тығыз байланыста болады. Келесі жас ерекшелік педагогикасы. Әрбір баланың даму деңгейіне байланысты әртүрлі әрекет жасайтыны, әртүрлі білім алу керектігі ол ерекше түсінікті. Ал біз жас ерекшелігін ескермесек, онда біздің берген біліміміз өз әсерін бермей қалады десек те болады. Сондықтан да әр баланың өз жас ерекшелігіне сәйкес білім берген, оларды оқытқан, тәрбиелеген дұрыс. Сондықтан да жас ерекшелік педагогикасы мектепке дейін педагогикамен тығыз байланысты болады. Егер де біз жас ерекшелік педагогикасын оқымайтын болсақ, оны білмейтін болсақ, онда біз қай жастағы бала қандай әрекет жасау керек, нені білу керек, нені үйрену керектігін біз біле алмайтын боламыз. Сондықтан жас ерекшелік педагогикасымен тығыз байланысты болады. Одан кейін мектеп педагогикасы. Педагогика өзі аты айтып тұрғандай, заман өткен сайын өзі дамып келе жатыр, дамып отыратын, мүлдем дамуы тоқтамайтын процесс болып табылады. Және де мектептегі білім жүйесі де солай, ғасырлар өткен сайын, жыл өткен сайын олар даму үстінде. Соған байланысты мектепке дейінгі педагогикада дамып, әрі қарай жылжып отырады. Егер біз мектепке дейінгі педагогиканы білмейтін болсақ, мектепке дейінгі педагогиканы да біз дұрыс біле алмаймыз. Сондықтан мектеп педагогикасы мен мектепке дейін педагогика бір-бірімен тығыз байланысты болады, және оны біз жақсы білуіміз қажет. Келесі коррекциялық педагогика. Коррекциялық педагогика. Коррекция деген сөздің өзі түзету деген мағынаны білдіреді. Демек, коррекциялық педагогика дегеніміз дамуында ерекшелігі бар, ауытқуы бар балалармен жұмыс жасау.
Демек бұған теплопедагогика, логопедия, дефектология салалары кіреді. Егер де біз баланың дамуында қандай да ауытқу бар екендігін біліп, бірақ онымен қалай жұмыс жасау керектігін білмейтін болсақ, ол да дұрыс емес. Сондықтан коррекциялық педагогиканы білгеніміз дұрыс. Өйткені балалардың бойында болған ауытқуды неге байланысты екендігін және де кімге көрсету керектігін біз ата-аналарға айтып кеңес береміз. Сол себептен коррекциялық педагогиканы білгеніміз дұрыс. Келесі психология. Ол психология адамның мінез құлқын, қиялын, қабылдауын барлығын түсіндіретін негізгі ғылым саласы, яғни жан туралы ғылым болып табылады. Егер де біз психологияны білмейтін болсақ, баланың қабылдау деңгейі қандай, оның еркі қандай, оның мінез құлқы қандай, біз оны түсіне алмаймыз және баламен дұрыс жұмыс жасай алмай қаламыз. Сол себептен де психологияны да білуіміз қажет. Және де психология мен мектепке дейінгі педагогика бір-бірімен тығыз байланысты болады. Келесі анатомия және физиология. Анатомия және физиологияны айтатын себебіміз, анатомия және физиология балалардың дамуы, яғни олардың ағзасының дамуы. Егер де бала өз жас ерекшелігіне сәйкес оның ағзасы дұрыс дамымай жатқан болса, біз оны білуіміз қажет. Және де оны ата-аналарға ескертуіміз қажет. Сол себептен де біз анатомия мен физиологияны білуіміз қажет. Егер де анатомия мен физиологияны білмейтін болсақ, қай жаста балалардың даму деңгейі қандай екендігін біз біле алмайтын боламыз. Және сол ауытқуды білу арқылы біз педиатрия ғылымына жүгінеміз. Педиатрия ол балалардың ауруын және денсаулығын зерттейтін ғылым саласы болғандықтан, педиатрияда мектепке дейінгі педагогикамен тығыз байланысты. Мінекей, осындай ғылым салаларымен байланыса отырып, мектепке дейінгі педагогика қарыштап дами бермек. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сапалы білім болғай.